Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, мамықты, жұмсақ, ауызға салғанда еріп кететін алмалы бәліш пісіретін боламыз. Жасалу жолы да өте оңай, құрамдары барлықтарыңыздың үйлеріңізден табылады. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: 2-3 дана алма, қант, сүт, сұйық май, ұн, 2 жұмыртқа, қосытқыш, тұз және де сары май. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Тұз саламыз. Қант саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Сүт құямыз. Сүт жылы болуы қажет. Сұйық май құямыз. Сары май құямыз. Бір араластырып, ұнға қосытқышты салып, араластырып жібереміз. Енді осы ұнды сұйық массамызға 2-3 бөліп сала отырып араластырамыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Осылай қоюлау болып шығуы қажет. Енді шетке ала тұрамыз. Алмаларды тураймыз. Үшеуінің біреуін алып қоямыз. Бетін әсемдегенге қалған екеуін турайтын боламыз. Мінекей, тазалап алдық. Енді майдалап турап шығамыз. Дайын. Майдалап төртбұрыштетіп турап алдық. Қамырға саламыз. Араластырамыз. Қалған бір алманы тураймыз. Барлығын осылай турап шығамыз. Мінекей, дайын. Пешіміздің табағына үстіне пергамент қағазын төсейміз. Мен осындай диаметрі 24 см кольцоға пісіретін боламын. Дайын қамырымызды ішіне құямыз. Жаймалаймыз. Мінекей, дайын. Кесіп алған алмаларымызды бетіне қойып шығамыз. Дайын. Енді осыны қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей, пирогымыз пісті. Табақтан бірден шығармаймыз. Жарты сағаттай суытып аламыз. Жарты сағат уақыт өтті. Пирогымыз суыды. Осылай шешетін пышақпен ажыратып шығамыз. Шығарамыз. Тарелкаға саламыз. Мінекей, өте әдемі болып шықты. Бетіне әсемдік үшін қантын тағын себеміз. Бұл міндетті емес. Мінекей, дайын. Енді осыны кесіп, сіздерге ортасын көрсететін боламын. Тарелкамызға саламыз. Ортасы толықтай піскен. Дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.